Mağaz Razdanұлы. Сақина түбек оқиғасы. Биылғы қазанның кәдімгі жаз айларындай маужырап тұрып алғанына, желсіз, жаңбырсыз өтіп келе жатқанына біткен жұрт таң тамаша. Жұлдыз, жасамыс есепшілер жақсыны сай емес, тек малға көрінбей-ақ десті. Ертіс пен қыранның жасыл орманынан бірде-бір жапырақ әлі түсін өзгерткен жоқ. Алдағы қыстың қалай болатындығын жасағанның өзі біледі. Әйтеуір әзірге балалар да мәз, кемпір шалдар да жақ жұты емес. Қарынның тойғанын көтер алмаған сиырлар әлі жиналып болмаған күпәналарды мүйіздерімен шашып әуейлесуде. Ноқтадан басы босағаны онша ұзақ болмаған жабағылардың жүні көрпейіп алыпты. Қыр отына тойып қайтқан чар саулықтар кешкі жатын орнына ыңырана әзер жетеді. Сақина түбектегі қыстауының жанына көшіп келіп алған Ыбырай екі биесін ағыта қоймаған болатын. Азғана қараң-құраңы түбектің сонысын жуыр маңда баса қояр емес. Осы үйдің екі қара торсығы қашан көрсеңді қазан жақта едірейіп тұрғаны. Оның біреуі ендігі арналғанда, енді біреуі екі биенің қымызы. Бұның бәрі Гүлғайшаның есебімен оралып отырған отбасының молшылығы. Бұлар бір үйде 5 жан. Үлкен ұлы Сабыр биыл 13 жаста. Мал түлігі болып қалды. Ал 8 жасар қызы Бәдиға 2 жасар бауыры Тәуекелді ойнатуға әбден жарайды. Ыбырай 40-қа таянған. Ниеті дұрыс, мал сақ пысығады. Сол тіршілігінің арқасында шаңырағына аздан оралған. Ол уақытының көбін сыртта малдың күтіміне қараумен өткізеді. Ұзын саны 10-нан асып қалған сиырларына, жан басына бірден айналатын жылқыларына үнемі жылы шыраймен күлімсірей қарайтын. Кейде шөп жеген еріндерінің қызыға қарап ұзақ тұрып кететін. Тіпті мейірі түскенде еркелетіп, жондарынан сипап та қоятын. Сонан соң құпия бір есеп қиялын көпірте жөнелетін. Биыл ірі қарадан 6 төлерді. Ендігі жылы 10, онан арғы жылы 20, 40, 70, 100. Тәтті қиялдың әсерімен өзінің алшаң басқанын кейде сезбейді қалатын кездері болатын. Ал сонан үйге кіргенде балаларымен екі торсыққа кезек қарап, екі таудың ығында тұрғандай алаңсыз болатын. Бұл кезде әлгі тәтті қиялынан лезде айнып, басартықтың керегіне бақыт деген осы деп барына қанағат етіп шыға келетін. Ол құдайына биыл төтенше риза еді. Басқалармен салыстырғанда шөбін ерте шауып жинады. Қора қопсыларының жыртық тесігі жамалып болды. Қыстың отыны маялаулы. Жасы келіп қалған қарала сиырды соғымға жығады. Әне күні көшіп келе жатып, тұлтудағы молиядан бір тайынша ұстап беріп, 7 ағаш бидай алған. Қай қазақ қыстың қамын ерте даярлап алыпты. Бір тәуешкіні осы түбекке қона сала сойып алған. Одан жесе 1-2 жілігін ғана жеген шығар. Басқасы мүйізді ұйғатып төскейгіздің артында тұр. Ет, сүт, құрт май, айран, қымыз, нан, не керектің бәрі бар. Бірақ осыны ойлаған сайын құдайына 1000 мәрте тәубе қылады. Әсіресе кешкі асты ішкеннен кейін Гүлғайша кішкене тегешке қымыз сапырған кезде, одан бір шыныны түбінен шошайта ұстап,
mıkındangan kezde Aburaydın tokbeýildigi çeginin asyp ketedi. Däl osunday gezde özünükü özüne jetip asyp jatganday baganagy ýürlüp aýdasam degen lepsi erkindiginden mülde tejep asgan baýsaldylykka oýsady. Aldınғы günü Dowlat Beýdiň üýüne düşsem, Hudaý görsetmesin bökül awuldy äbgerlikden işi kewipdir eken dep bastagan ol äňgimesin güz gotarga mal çygaryw, koý güzemine daýarlyk, jok garagan sabylyw, aramzadan korkup alyp galgan koşgarlaryň küýegin jamap jatgan katynlar. Eýt gustartgan jaraly mallar üçin küýüp pysgan bay. Koy aýtewür 9 gatynyň tolgagy birak gelip, Dowlat, "A Hudaý, niye meni al, niye güzdüň bir aýyny al" dep jylap otur. Onuň gasynda meni biz sarsaňsyz ömür geçip jatyrmyz. Eşgenimiz aldymyzda, eşbegenimiz artymyzda dep toklagan. Sondan soň 2-3 syny gymyzdy taşlap jiberip, tekirip alyp, uluna garap, siliktene kalgan. Sabır, meniň atymdy arkandadyňba, nanyňdy tusap koýgan çygarsyň. Biýeler attyň gasynan uzap ketgen jok şygar. Jatarda bir gaýrap koý, sýyrlardy da tügendi dep, Күnbatardyň aldynda berilgen tapsyrmany hazır tagy bir gaýtalap kekenip koýgan. Monusy maltylygy bolup kalgan ulunyň bolganyna, ulu aldanyş etetiň karaň-guraňyň bolganyna, öz endigi jerde syrtdaý kam korşy bolatyna ryza bolgandykyn jasyralmay aýtgan basartyk sözleri bolatyn. Sodan keyin tagy da çalykdap. Men bir neçe günden keyin nagaşlaryň jakka baryp gaýtmasam bolmaýdy goý. Sabır, mal janga özüň iyi bola turarsyň. Allah belim, bu hana malym bar deme degen tabylgan söz elgi bir hangybas nemeni garay äbden boldurypyn dep tör aldyna kysaya getgen. Eşinin her adam özünün 4 kanat keregesinin içinde özünü mämi degen meteldi kaýtalay aýtyp, "Yetigimdi tartyp jiberşi" dep Gülgaýşaga aýagyn sozgan. Aýtdy aýtmady, beýilgi güz jaksak ötüp gele jatyr edi. Soňky günler aýak astynan buzulgan, aznagan jel agaç baslaryn jalaňaçlaý baslady. Ürey uşaktagan suru bulutlar batystan çygyska garay tynymsyz jöňküldi. Abraýdyň gystawy Kıran özönüniň terslik jagynda bolatyn. Çygystan batyska garay akkan özön däl Sakina tübekge gelgende oňtüstükge garay jalp burylyp, kişkine bir çeňber jasap alyp, sondan soň tagy da düzü barnamen aga beretin. Al çeňberdiň terslik jagy çümük kara suw bolatyn. Sonduktan da osu kişkine aralçyk Sakina tübek atalyp ketgen. Suw mol jyldary güzde onda bolumsuz suw jatatyn da suw az jyldary kurgak jyranyň özü galatyn. Osu çümük biýil kurgak edi. Çümükdiň syrt jagy Kırandy örlep kuldaýtyn ölkün kara jol. Joldyň terslik jagy jyngıl ösken, büýrat kum töbeler. Kum töbelerdiň aralary oýdum kamys, çelik, karagan ösken jabyrtkasy mol oru jerler edi. Bädigamen tawakkel aznap turgan jelgi karamasdan, kündegi adetleri boýunça kurgak jyranyň tersligindegi kara joldyň boýunda oýnap jürdi. Gün ekindige taýay bergende jel kataýyp ketdi. Sur bulutlar jawatyň syňay bildirip, kabagyn odan ary tüýe baslady. Sýyrlardyň bawrynda oturup awaraýyn baýkagan Gülgaýşa boýdak maldardy jakyndatyp goýuw üçin sabyrdy tübekdiň eşki jagyna jumsagan. Abraý anadagy aýtywy boýunça keşe toltu jakdagy
kaynına gitken. Ыбырайдың сүйегі жәдіп, өміртай күнге қарасты Байғара руынан болатын. Өзі Базарқұл руына жиен. Қазіргі алып отырған әйелі Гүлғайша да Базарқұл қызы. Осы жағынан әкесінен бері Базарқұл ішіне сіңіп, алмандас болып кеткен қоңсы Байғара руы бола тұрса да, қыздан туғанның қиығы жоқ деп, мәми ауылын пана тұтып, Базарқұлдың бір бөгіне иелік етіп жүрген есебі де осыдан. Бір уақытта бет аузы әлем тапырақ Бәдиға жылап кетті. Не болды мына қызға? Сұмдық-ау, тәуекел қайда? Тәуекел жоқ, жап жаңа жанымда отыр еді, іздеп таба алмай қойдым. Адасып кетті ғой деймін, айқайласам да үндемейді. Ойбай, сұмдық-ау, не дейді мына қыз? Гүлғайша шелегін тастай салып тұра жүгірді. Түбектің ішкі жағында жүрген Сабырды шақыра жүгірді. Алла жаман қызай, кәне қайда тұрдың? Міне мен мына жерде отырдым, ол ана жерде тас теріп отырған. Қорс-қорс солқылдайды Бәдиға. Алла жазған-ай, Алла құлыным-ай, қандай ғана пәлеге тап болды екенсің. Құдай жар бола көр балапаныма. Көйлегінің етегін ышқырына тығып алған Гүлғайша өрлей де жүгірді, құлдай да жүгірді. Жылай да жүгірді, сынай да жүгірді. Әрі беріден кейін неге жүгіріп жүрген өзі де білмей есі шықты. Кішкене Бәдиғаны көз алдына жаңа ғана жанында жүрген тәуекел елестейді. Бауырынан айырылып қалған айыбын мойындаудан гөрі оның бойын жанашырлық сезім билеп тоқтатпады. Жесесі қайда барса да ербеңдеп соңынан артынан қалмай, ол да лесіп жүгіріп жүр. Қасқа құнанды борбайлатып Сабырда жетті. Не болды, не болып қалды тәте? Құрыдық қой, қарағым, тәуекел жоқ, чап, аттан, жақын ауылдарға түгел айт, іздесін. Сабыр чаба жөнелді. Кеш батып барады, жел бәсеңдеп, сіркелеп жаңбыр түсейін деді тұс-тұстан. Барма, табылды ма деген атты адамдар келе бастады. Келгендер мән-жайды қысқа ұғынып, жан-жаққа шауып кетісіп жатыр. Қараңғылық қоюлана бастады. Бағанағы сіркелеген жаңбыр енді ақ жауын болуға айналды. Гүлғайша үйге кіріп алып сұңқылдады. Сүріне қабына кірген шалдар төр алдына шығып алыпты. Шалдар баласы жоғалған ананы қалай жұбатарын білмей әңкі-тәңкі. Шапағатшы болсын, бастарың жас, қазынасы кең Құдай тағы да берер дейтін жұбату сөздер дайнақтыр. Бірақ дәл қазір оны айтуға болмайды. Дегенмен, Құдай сақтар, періштесі қағар, аруақ жебер, түңілуге болмайды, табылып қалар, тек судан сақтасын деп тілейік деген сияқты алдарқатқан сөздерді айтып жатыр. Баяғыдан бері адасып кетіп, әрең табылған балалардың талайын атап өтті. Бірақ ана көңілі мұнымен тыншыр емес. Ботасы өлген бозінгендей зарлап жылап, шер төгейін десе, оның бабы жоқ. Сырттағы атты біріне осы жолы сүйіншілеп келген шығар деп құлағын тіге қалса, ондай болмай шығады. Төр алдындағы шалдарға қараса, өлім жосығын істеп отырған сияқты. Өңдері сұсты. Жерде айғай, көкте айғай, азан-қазан. Гүлғайшаның немерелес бауыры Әлімберді қою қараңғылықтың арасынан қалың шілік ішінен шығып келе жатқан бір атты байқап. Сен қайсың ей деді. Мен ғой барма әлгі білінеме бірдеңе деді әлгі атты адам. Жоқ, ештеме білінбейді. Әлімберді атты адамға өңілді. Сөйткенше болмады атты адам.
Tura tur, mına jakta bir dыбыs çygadı goý dep örlütü çaba şöneldi. Älimbirdi onuň artyndan getdi, birak ogan çeýit almady. Dыбıs binlerdi, bir-iki ret aýgaýlap edi, ün çykmady. Sonumen adasyp kala berdi. Süýtüp Sakyna tübekdiň bas aýagy körür taňdy, osulaýşa gözümen atyrdy. Örüýli kabar sol tünde haýyňyň awulynda jatkan Ybraýga da teýdi. Ol suwuk kabardy esti sala atka gongan edi. Meni biýe baýlaýtly wagtda oý bawrymdap jetdi. Jetkenime nemene äkesi bolmakdyr goý, babasy bolsa da jogalgan balany jerden çukup tabuga bolama. Köküregi kars aýrylyp, tögemöýtün ökünüş arkalady da kaldy. Gündüzünde bükül el bolup jyňaldy. Jakyn maňaýda bala tawup algan, nemese balanyň ölügin görgen hiç kim bolmady. Mämi beýsiniň ulkan uly Kanapiýada süýek ýesi baýgaralar da kisi gelipdi. Sandalgan jurt suwga getdi gece orusyp, kranyň eki jagyna çykyp gulday karady. Irim-irim çüňet jerlerde oşak salyp tintdi. Salmen jüzüp awmen de garady, eş derek tabalmady. Bötün bir suwuk goldyň istep ketgen hereketi bolmasyn dep alstan orgutup izde çaldy. Tolasy jawup turgan jaňbyrdan bögdezde aýryp aluga bolmaýtyn edi. 3 gün sandalgan jurt äbdin tarykdy. Osu 3 gün içinde süýük ýesi jädik jagy öňdöri buzulup sala berdi. Suw astynan tabalmay jer betinden çykmasa, kökke uçup getetin gaýsam eken, ol kalaý degen soň solaýdy. Bögüli bir tırnakdyň isi bul. Jenteki ne adamymyzdy, ne tentegimizdi tawup kolumyzga salsyn. Jok jalgyz üý, jädikdiň surawsyz dese onusyny aýtsyn. Adam näsilin goýup, korasынан gosulup ketken jogalgan tyşgaglakka da tölüm bar. Belgimizdi alyp birak tynamyz dep jan bastaý bastady. O sözdüň buna jentegi işinde şaşırap jürgen iyisi jädik jyňaldy. Ýa bäsi jargyga kol goýmaýtyn nesi gal. Buza oynamasa jenteki kamçynyň üşün bereme dep bir talaýlardyň kürü tamyrlary bilewlene galdy. Bul kıymıldy jenteki jagynan ýetiregeni de goldaýny da körünedi. Epde bürlep goýady. Jap-jadagay beýbit jatgan eldiň tyrnaşdap jyýgan tiriligi kantalawga түссө kimniň upaýy kimde getedi. Gyzykdyň äkesin sonda görersin. Bazar kulnukimi, Çakabaýnykimi, gyzylsyragan jentekeydiň onda nesi bar? Tünde jygyp alyp, gündüzünde jädik alyp getdiň esebini jatkyza salsa, boýga op-oňay siňedi. Osun oýlap 4 saýtan 4 dep uşagyn jalaktatyp kyltyň etip jürgen çybar gereýlerde az emes. Jädik jagynyň ömürtaýga şapdyryp jibergen kişisi jelini syzdap turgan daw bolsa, kalaý sawsa, olaý sawsyn. Jebi sawsa tipdi de dawa. Birak jargyga kol aparuşy bolmasyn degen salimdi alyp geldi. Sonumen jädikdiň pyskaýlary awa tönkörlüp Mämidiň aldyna geledi. Mämidiň kaýgyr ekenin kim bilsin, jädik adamdary aldynda kulça jorgalagany. Ol jädik jagynan kopak şyga bastaganda öz baylamyna kelip bolgan. Çalgay konuslarda oturgan adamdarga jokşu bolungdar dep kulak kagys kılgan, jön bolmas beken degen keýbir akyl serikleri. Bulay istew jasyrgan koýmanga bolsa kömet istegendek bolmaýma. Mençe şunda eger kollu bolgan bolsa, munuň deregi kıska wagtda tabylmaýdy. Eň abzaly baska bir jaňsak salyp,
jadagaylatıp tastap jansız dew degen. Sonda Mämi jani özü bökül barysty kulak türü muhyat sert degen. Sonun içinde anadagy elim berdige gezikken adamga çokşya nazar awdargan. Mundan keyin onday adammen gezikdim dep eş kimge awzyňdan çygarma dep tapsyrgan, elim berdige barlyk jaýdy surap ugup algandan soň. Sondan soň Mämi jädik jagynyň adamlaryna konagasy bere oturup, ekiniň biri jandigi tentegin tawup berүү gerek. Ne bitim jagyny tiz. Tentekdi tabu üçin sürük gerek. Şydaýsyzlar. Al bitim jönüne gelsek, ya janga, ya malga toktaýdy. Bulara biýdiň aldyn göreten jumys. Sizler asykpay gaýta turuňuzlar. Gaýtkanda da süzbe buwaz emes, jäntekeydi jygyp gaýtdyk dep esepdiňizler degendi aýtyp attandyrgan. Osu salemde esdigen Ömürtay. Özümde osulay dep oýlap edim. Dawlaryň kysır çykmagan eken. Çykkan degen osu Mämi basymyn aldaryňda kurşa jorgalasa, aksakdyň aýalyna baspaýtyn ne bar? Budan keyin otbasynyň dömpügi küçlü, könkülü öşürmeňdirdi, ýelirip töbege çykmaňdar dep sözdü birak tyndyryp topdy taratyp jibergen. Ymray bir gystan dim keslenip çykdy. Ol arık denesi Mawsumdyň çuwagyna kızdyryp, esik aldynda tuğlak üstünde otur. Onuň oýu gazyr öresiniň jetgen jerini deýin çarykdady. Gortundy çygaryp görmedi. Bul aýagly prezidentin ölümge gymagandykdyň äseri boluwy gerek. Ol köbünçe ömür degen ümiti nöme alda, ökünüş ılgy artynda jüretin, guwanyşy men kırsygy egiz jaralgan aldamçy nerse eken-aw diýtin doýlaýdym. Astan kesden kıyalı bugündü osugan saydı. Menin keşegi kaygısız kamsız günlerim kayda. Vakıtlı çaklarımның çırağı birak öştü emisdi. Balam ağ ölümden ölüp kolumdan koysam Kudaydın isi dep köngül bir jolata suğuraydı. Al mınagan kim gynäli? Özgö jurt malımның canım sadagam dep jarga kulağı jastykka tiýmeýtin kular edi dep Gülgaýşa ekewimizdi aýypdy. Al biz kimdi gynalap, kimniň golunda ölüýük. Adamnyň basyna jamandyk nege tuwady eken? Keşegi şükürlükdüň alys armanyň berik çygar dep jürgen akaw nygyp mezgilsiz kelti üzülüp gitdi. Özümde dertge şaldygyp kaldym. Bolaşagymnyň kanday bolatynyň kim biledi? Östüp jüreginde kalgan bala şagalarym munan da jaman günge tap bolmasyna kim gepil? Ybray basaman günde munday kötenişe goýdum mülde oýlamaýtyn. Arynçyl atda ylgy aldyga garay ör serpip oturatyn. Mine gazyr otu söňgen talapsyz oýduň şylgy noktasyn basyna kiýdi aldy. Tygyrykka tirelgen tuňguýuk sana bargan saýyn terenge batyryp äketip barady. Ybray ýitirgenge karasa, bir top adam atdan düşüp jatyr eken. Ybray golgalap bolgança olar janyna gelip. Ybray kalay, täwirleneýin dediňbi? Jür üýge gireyik, Gülgaýşa da kirsin dedi. Bir sumdukdyň bolganyny bilip jürekleri suw ete düşdi. Çyraklarym, günne myň gümenniň bulduruna tutgun bolgan bir gaýgynyň tumanyndan arlyp baryp, serpilgen jaksy goý dep bastady sözdü Mämidiň käri şabarmany. Tömen Karadagy Töre Mataýdyň balykçylarynyň awulyna bir balanyň süýegi ilinipdi. Degende estip beýsi soğan,
Жұмсаған соң, анық-қанығын біліп қайтуға солай кетіп барамыз. Сенің тәуекелің бе, емес бе, әлі нағайбын. Болып жатса, кімнің басына келмеген қаза. Көңілдерің суыры болмай жатса, тағы да үміт арқалап күн кешірерсіңдер. Анығын естімей тұрып, опырылып кетпеңдер. Жа, өзің бізбен бірге еріп жүре алмасаң, болмаса Әлімбердіні қосып аламыз ба? Мына түріммен мен қайтып жете аламын. Сол Әлімберді барсын, деді Ыбырай көзінің жасын сығымдап. Сонымен бұлар асығыс аттанып кетті. Бұлар жолдан Өміртайды қосып берген адамын ертіп алып, Төрематайдың балықшыларына келді. Келсе балықшылар ісіп, кеуіп кеткен бір баланың өлігін тоқтау қара суға салып қойып отыр екен. Өлік мүлде танымайтын жағдайда, танылғанда да Әлімбердіден өзге үлкендер дел сал осы деп айта алмас еді. Ал киімін шырамытсасын ғой, Әлімберді, деді ақсақалдар. Әлімберді мүрдені көре салақ. Мен әбден танимын ғой, дәл өзі, екіленетін ештемесі қалған жоқ, деді. Киім әке-шешесіне апарылатын шығар, ол да таниды ғой, деді бір аңқау жәдік. Ой, қырсығай, жоқты айтып тұратыныңдай, осы сенің деп, Өміртайдың чабарманы оны тоқтатып тастап. Сәбиде не күнә бар, жуып шаюдың да қажеті жоқ. Киімнің сыртынан бөзбен орайым саламыз да жерлейміз, деді. Шынында да солай болды. Екіншіден жоғарғы Матайдың кәрі молласы баланың жаназасын оқыды. Қабақтың қалың зираттың ішіне апарып жерледі де, жолаушылар келген ізімен қайтып кетті. Ыбырай баласының жоғалы осымен тынды. Ел қары өртіске төске шыға, ақ малтада еземіз ғой, иғанбайтын бір теріні Құдай қолға берді ғой деп, боталынгеннен бірді қойып, онды беріп сатып алмағалы жүрген жәдік жалғының дәукестері ауызы сылп етіп, сандарын бірақ соқты. Ыбырай баласының өлігі жерленіп, өкпе пана тарқап, өлім әбден ескіріп болғаннан кейін, 2 жылдан соң Мәми мен Өміртай Қобда, Баркөл, Ерен қабырға, Тарбағатай өңірлеріндегі Құдандалы, көңіл жетер ру басыларына дабырасыз түрде жансыздап хат хабар жөнелтті. Жылдар өтсе де Ыбырай баласының аянышты халы бұлардың көңілінен өшпеді. Бірақ басқа жұрт оны баяғыда ұмытты. Тұяқбай мен Ұлсынның үйден шыққанына 3 айдың жүзі болды. Содан бері қайда жасап жүргенін бір Құдайдың өзі білмесе, басқа ешкім де білмейді. Өзге жұрт бұларды қанша қыжыртқанымен, екеуі өз кәсіптерінен түмен ділда берсең де айырбастамас еді. Өр жағы Құмыл мен Баркөл ғана емес, сонау Алатау асып, Қаптықпен Бәйтік торап, тай кешкенді басып Дөрбетке өте шықса, қалқаның ішкі жағынан бірақ табылады. 3 қызды басып Алтайдың күнгей бетіне қайта өтсе, өрмегейді, ергеншікті көктеп, Қобдадан жылт етеді. Ол олма еңкейе тарса, Бөкенмұрын Алтын бұлақтан өтіп, Маркахон мен Зайсандағы Сауыр мен Тарбағатайдағы Найман ішін сүзіп, Сайрамды орай ақтарады. Содан соң Ерен қабырға мен Боғдадағы, Майлы мен Жайырдағы, Құбы мен Ертістегі Шұбар керейді тінтеді. Бұлардың жүріп жүрген жерлері ұлтырақтай ғана 1-2 сай емес, ұлан қайыр Моңғол үстірті мен жоңғар ойпатын қамтитын, Алтай мен Тиян-Шанның алабын ішіне алған Азияның тұтас бір алып өңірі.
O söňürlerde Tüýakbaý men Ulsunyň jürmegin жазygy çykmagan töbesi as. Bilmeýtin dargysy men lamasy, waňy men göňü, beýsi men täýjesi, zängisi bolusy, starşyny, ahalakşy men mampaňy, töresi men karasy baýy men baglany jok. Osak süýekler bul ekew men tikeleý emes, belgili deneker arkaly janama türdi tansady. Tüýakbaý men Ulsunyň jer-jerdiň bärinde atdan göterip alatyn dostary bar. Ular bir-birimen jepsiz, çyjymdalyp, men tildesip jatady. Ekewi çygystagy dostary daýyndagandy batyska tassa, batystagyny soltüstükke ötgeredi. Olaryň dostlarynyň da kuyruktary kaýky. Öýtgen olar da 10.000 nesini jalatyp, sol golun özleri jalaýtyn bir çonjarlaryň keskişisi. Sodan soň kimden dybys çykmak. Süýtüp kolu aramdalgan myktylar Tüýakbaý men Ulsundy tündi atlandyryp salyp, gündüz ýeriksiz izin maýgandaýlar. Al işinara keýbirewler sopsungan men oğan pedalizm kurulumu jol bermeýdi. Keýbirewler solay istep, äskeri men türmesi bar ultlarga Tüýakbaý men Ulsunyň üstünden çagym beripdi görgen. Birak özge myktylar ýegin bir gakkan gündüň erteňinde maňdaýga baskan eň jaksy seteri men endigerinden aýrylyp akyry ekew men tuzluk jalasyga mejbur bolgan. Mine Tüýakbaý men Ulsun ataýagy jeter jerdiň jasyryn patçasy özleri tursa, bul mansabyň kimge gıymak? Tüýakbaý men Ulsunyň atynyň basy pälen jerden buruldy dep tap basyp aýtyw kıyyn. Körnew jürdümi, kömüş jürdümi, onusyny özleri biledi. Äýtebir kaba men burçundy kökde ýötüp, kara terekden birak çykdy. Boljon neşe ýyldan beri Altay sawurga beýgi bermey gele jatgan Karakas Toktamuratyň torusun azygyn basyp kele jatyr edi. Obda gapary bosu kys maldanyp, kelesi ýyly ölkön örgünniň ar jagynda halkaga ötküzüp jiberse, is-tüssiz ketdi degen sol. Ekinti men akşamnyň arasynda aşywy kaptawnday kumy ýürgen, dülöý dawuldyň içinden ekewi elde kanday bir dawusty esti galdy. Atyn Ulsunga taslap, kalyň tüzgön arasyndan basbalap sygalagan Tüýakbaýdyň surapyldy talaýyna ýürengen kök gözi eşkene balanyň jygylyp durup çylap gele jatkanyn baýkady. Ol äwel goýundan kenet gaýtyp, baska baylamga keldi de Ulsunyň janyna jetdi. Boldy, jylap gele jatkan bala adaskan eken. Meniň keregim osedy goý, säti tüstü. Özgege aýlanbaýyk, jyldam ilip al da ana uşulukdyň arasyna gir. Bunyň izlewçisi äzirge şyga goýgan jok. Süýtse-de men baýkap duramyn, alaňsyz bol, jyldam tez dedi. Ulsunda kaskagym jibermedi, ekewi kalyňçylykdyň arasyna girip, balanyň agyzyna çüpürek tygyp baýlap, gözün taňyp bolgança kas karaýyp ketdi. Az aýal edi, jan-jakdan azan-gazan aýgaý molaýdy. Basylar emes, bir attyň dübüri çelikdiň içine girewge aýnaldy. Tüýakbaý Ulsundy sol orunda kaldyrdy da kele jatkanyň aldyndan karşy çykdy. Joluga galyp onu bötün jakka garaý jöneltdi. Söt pisirimden keyin gaýta oralganda bul jakdagy apsap basylyp kalgan bolatyn. Däl o saraýda Tüýakbaý balany aldyna alyp, özümen gosup çübürek belbew myktap tanyp taslady. Sondan soň ekewi sibirlegen jaňbyrdyň arasy men örmeköýdi kaýdasyň dep
Bitenti betke alıp tartıp oturdu. Taң da attı. Algı jolsuz yemen tartıp oturup Altay tağının büyük bir şoqsuna jetti bular. Tünden bergi жаңбыр бұл жерге енді қар болып түсе бастады. Қаңсағай қара жарастың ықтай жыққан кәрі самырсынның астына келіп аттан түсті. Жартастың ығы да самырсынның асты да құп-құрғақ екен. Жол жөнекөй тұяқбай баланың тірі екенін үнемі байқап отырған. Үсті бастары мал-маңдай баланы аттың үстінен алып жерге қойып еді. Bala ayağın tike basalmay çığılıp düştü. Olsun atın baylay salıp, kalın adışanın arasından serke terisinden jasalgan bötew tuluptu kötörüp çıktı. İçinde ыдыс ayak, attın tağa şegi және iki үлкен kebenek var eken. Kebenektin birin tuyakbayga tasтай salıp, çaynek tasıp, ıslık kılууga kirişti. Tuyakbay tәвекелді шешіндіріп, киімі жылы екен, бірақ су өтіп кетіпті. Сәби аузындағы шүпіректі алғанда, өксік аралас еркін ауаны ішіне қарай тартып жіберіп, кемсең дейін деді. Тостағандай көздері бөтен адамға қарап, жапақ-жапақ етеді. Жылама балам, қазір апаң мен атаңа барасың. Сен адасып үйді таба алмай жүрген соң, біз соларға апара жатырмыз, дейді. Tuyakbay tәуекелді шешіндіріп, дәреттендіріп, құрғақ кебенекке орап жатып. Ұп-ұзын денесін жылдам қозғап, баланың маңдайынан әлсін-әлі сипап қояды. Қоржыны оған бір тілім піскен ет, бір тілім ағырымшық әкеліп ұстатты. Тіпті сырты кіргір болып кеткен екі шағым қант та шықты. Тәуекел қорықты ма, әлде бұл жерде басқа жанашыры жоғын сезді ме, әйтеуір кемсеңдегені болмаса жыламады. Tuyakbayдың имек тұмсығы ашылып тұратын ауызы, чеп-чегір көзі, суалыңқы біткен жағы, сақал мұртын қырып тастаған, сап-сары жүзі барған сайын тәуекелге кәдімгі кісінің өңі ұқсап көріне бастады. Сондықтан ол қолына берген азыққа әрбері қарап отырды да, сонан соң именбей-ақ кеміре бастады. Tuyakbay мен ұлсынның мұндай панасы қай жерде жоқ дейсің, жортуылшы еннің бәрі үй. Сол бәрі үйдің ішінде жанға сая осындай белгілі үйлер болады. Анау бітеу тұлыпты аша астына көмгеніне қанша заман болғанын кім біледі. Әйтеуір қазір ес қатып отыр. Ауада ұшып жүрген сансыз қар ұшқындары шырақта көзге түндей көрсетпейтін бұлар жақсы біледі. Сондықтан отты зор қылып жақты. Жаураған жандар ішке түскен ыстық аспен сырттан өткен оттың қызуына рақаттан қалды. Тәуекел үнсіз отырған бойы жылынып ұйықтап кетті. Аналар киімдерін қарсалап кептірді. Аттар ұзап кетпей бос жайылып жүр. Бұл жерде ұзақ аялдауға болмайды. Ертеңге қалса асудың қары қалыңдап кетеді. Сондықтан тез жиналып атқа қонды. Мұндайдың талайын көріп пісіп кеткен адамдар осы өмірін өздерінше бақыт сезінетін сияқты. Аштық, шаршау, ұйқысыздық дегенді қаперіне келтіретін емес. Мүмкін екеуінің бейнетін екі тұлып күмістің қасиеті көтеріп келе жатқан болар. Екеу үйлеріне беттегенде қашан болса да осындай жеңіл жүкпен қайтатын. Ұзап кетсе бірер жетіге ғана болатын. Бұлар суыт жүріп, ертеңінде түс ауа асуға жетті. Асудың қары шынында да қалыңдап кетіпті. Тәуекел ұлсын арқасына таңып алды. Сүргінектеп сайға түсті. Омбытып қарсыға шықты. Қып-қызыл қорық арасындағы өздеріне таныс жамаш жолмен жаяулап тас басып өтті.
Atları tastardı, adamdan arı ip basadı. Süйтüp öz barda argı betke asıp çıktı. Ekеуінің үйі дайын көлдің шығыс жағындағы быдырмақта оқшау 2 жылға да 2 жалғыз үй болатын. Ұлсын үйіне келгенде үйіндегілер толық жата қоймапты. Арқасындағы тәуекелді ептеп шешіп алып жерге жатқызды. Қараторы қатын оған онша таңғалып кетпеді. Ұлсын да қысық көзімен әйеліне үнсіз қарап, жай ғана амандық сұрады да қойды. Ұлсын өзін Моңғолмын деп атайтын. Ол бірақ Диба ұлтының Көкмоншақ руынан болатын. Әйелі тәуекелді шешіндіріп азықтандырды. Ол еш нәрсеге таңырқамайтын, қорқыныштан басқаны сезбейтін. Төрдің алдындағы шошқаның күшігінше ығы-жығы жатқан қалың ұсақ баланың арасына апарып жатқыза салды. Сілесі әбден қатқан тәуекел жылы тонның арасында әрі-бәрі бақырайып жатты да тез ұйықтап кетті. Тұяқбай шеруші руынан еді. Ол келгенде әйелі жаңа жатуға ыңғайланған екен. Бұлар сауын сиыр, мініс ат және 20-30 ешкі лақтарын артық мал жимайтын. Жатым малдары қансыз уықпен тігіліп, іргесін көмген шағын ғана қаралтым үйден ығы-жығы жатыр. Тұяқбай дүбірлетіп келгенде тайыншадай қарала иті маңқ етіп дыбыс берді де, иесіне сағынышпен еркелеп қоя берді. Ал әйелі Сағила мен Тұяқбайдың жүздерінен 3 ай бойы көрмеген бәлендей бір сағыныш сезімнің белгісі білінбейді. Кешегі тағдырына наразы болған Ыбырайдың семья мүшелері бірін-бірі қызу ынтамен сүйер еді. Жөпіні болса да шағын семья өздеріне бақыт ұясындай сезілетін. Ашты терін төккен адал кәсіптерін жандары сүйіп рақаттанып, алдыңғы жағына ылғи үмітпен қарайтын. Бақытты ұясының шырқы бұзылғанда түгемес өкініш арқалаған себебі содан болар. Ал мыналардың тіршілік заңы Ыбырайға ұқсамайды. Қуану дегеннің не екенін білмейтін тас жүрек адамдар екен. Бәлкім бұлар қайғы мұң дегенді де ұқпайтын болар. Тіпті басқаның азап шегу есебінен өздерін қалай рақаттанатындығы да түсінбесе керек. Бұлайша да өмірдің дәмі таңдайларына татымайтын, өздерінің не үшін жасап жүргендерінде ұқпайтын жандар сияқты. Ұлсынның әйелі емшек сүтімен де көтерді, егіз де тапты, қоянша көжектегеннен басқаның бәрін істеп, құрсағы құр жатпады. Сөйтіп 30-дың жуан ішіне келгенде, Құртымыштай қатынның қазір ішіндегісін қосқанда 11 баласы бар. Міне тәуекел қосылып енді 12 болды. Тәуекел ең алғашында бір үйшік баланың ішінде бөтен ауылдан келіп қосылған жетім тоқтыдай оқшау жүрді. Басқа балалар оны түртіп қалса, соғып кетсе, кектене қарайтын. Ешкімде ол үшін күйінбейтінін білген соң, ақыры үйренісе келе басқа балалармен боғжыны араласты да кетті. Балада ойыннан қымбат асыл бола ма? Ұлсынның шей борбай балаларында ұл қазына да мол еді. Осы шуылдақ тәуекелдің сәби сезімінен өз әке-шешесінің суретін өшіре бастады. Тұяқбай мен Ұлсынның қашан жолаушылап кеткеніне, қашан қайтып келгеніне руластары онша назар аударып кетпейтін. Олардың үйлерінде бар жоғымен үй тұрмыстарында нендей өзгерістер болып жатқанымен ешкімнің де жұмысы жоқ.
Biri Mongol, biri Kazak inegi dostasады. Мұны өз руларының атқа мінерлері білсе білер, ал қарапайым шаруалардың онда қақысы не? Өйткені ол екеуі жақын жердегілерді қыл бүлдіргісіне қиянат етпейді. Қайта жақсы атан түйесін жоғалтып алса, ай айлана ма, жыл айлана ма, тұяқбайлар біреуін екеу қылып әкеліп үйлеріне қоса салады. Сөйтіп, күлдірмесе күрсіндірмейтін екеуіне олар да сырттай сыйласып, мысықтай көздерін жұма қарайды. Ал ана екеуінің шек құрты араласып кететін жақын достары да, құда тамырлары да жоқ. Болған күнде де олармен сыбай сылтаң, барыс керіс жасайды. Екеуі той томалақ нәзір шырақ беріп, ашылап шашылмайды. Өзгелердің де ондай ырым-жырымына араласып кетпейді. Дегенмен келесі жылдың жазында Тұяқбай бір тосын көрініс көрсетті. Жұрт басқасын жете білмесе де, Тұяқбайдың әйелінің пұшпағы қанамағанын, баласы жоқ екенін білетін. Жайлау үстінде Тұяқбай шерушінің білікті бір зәңгісі мен бірнеше ақсақалдарын үйіне шақырып келді. Мынау адам құлақ тілі жоқ мылқау бір пенде екен деді ол. Сағиланың аяқ жағында көбідей боп отырған бір көзі қылый, божбан шұбар әйелді көрсетіп. Ана жылы орыс жеріндегі қаратайлардың бірнеше ауылы ағайындармен енжарласып, осы қобдаға босып келгенін білесіздер. Ол қаратайлардың былтыр өз мекеніне қайта ауып кеткенін де білесіздер. Бұл адамның әке-шеше басқа жақын туыстары бұл жаққа келгеннің кейін қайтыс болыпты да, Сәлиқа деген бір сартқа тиіпті. Басқа қаратайдар былтыр қайта ауғанда, бұл байқұс сол сарттың күйеуінде қалып кетіпті деп, Тұяқбай имек танауын тартып қойып, аузын ашқан күйі бір тыныстап алды. Содан соң әңгімесін жалғастыра берді. Сонымен Сәлиақын сарт осы көктемде бұл адамның қағазын беріпті де, өзінің Қашқарына кетіп қалыпты. Ал мына елден туған ана Ошыр деген ұлы деп Тұяқбай тәуекелді көрсетті. Тұяқбай әйелді үйіне әкелген күні тәуекелді де ұлсынның үйінде осында алып келген. Осы шешесінің қолында қалыпты. Бұйрық осырай болды ақсақалдар. Мына келіндеріңіз деп Тұяқбай Сағиланы көрсетіп, бірнеше баласы өлі туып, онан кейін құрсақ көтермей кетті. Жасымыз болса 40-қа келіп қалды. Сонымен Сағила екеуміз ақылымыз бір жерден шықты да, осы адамды өз рызығымызбен үйге келіп отырмыз. Бүгіннен бастап некелі адам деп танымақшымын. Ықыластарыңызды беріңіздер деп Тұяқбай жамысты пысырып қойған меңзеп, ақыл сұрамай ықылас қана сұрайды. Тұяқбайдың көп бұлғағына қанық зәңгі, басқасы өзіне есеп. Бізге қажетті қоңыр марқаның ақ сорбасы дегендей аңқ етерісті. Өте сәтті болған екен деді майбас зәңгі ақ шытын көтеріп. Бұйра сақал мұртын сипай түсіп. Үйіңе бір күнде екі бірдей адам енгізіп алсаң, бұдан артық Құдайдан не сұрайсың? Алланың ағынан берген бағына кімнің таласы болмақ? Бір нәрсенің орайы болған екен деп, сырттай қамыңды көп жеуші едік. Жасаған сол тілекті берген екен. Қуаныштарың қайырмен болсын. Ана баланың атын Ошыр дедің бе? Шеруші баласы бөтен санаса, аруақ ассын. Сөз осымен аяқталады дегендей, зәңгі сары пышағын суырып алып, мынаны қайрай отыр деп атшысына тастай салды. Мұнысы қазандарын тезірек түсіріңдер дегендегісі еді.
Başka aksakallar da hayırlı bolsun, übürlü şübürlü bolunlar deyip käwkül deste. Aburay balası tevekkül jogalgandan bir yıl tolmastan sarjayla üstünde Tüyakbaydın üyünde oslay gelip ornalasты. Çerüşler de onu tırnap çatladı. Aburay balası jogalgandan keyin жылқы сиырын жүзді koyup elüge de жеткиз almadı. Elüge жеткизгенди koyup 20 karasının iyigiliginde köre almay, sondağı derttin azabından 2 yıl arkarap jürüp, akırı dünýe saldy. Jyldar Gülgaýşa kaýgyrdy dep kaýgyrgan jok, öz daňy boýunça öte berdi. Tüýakbaýdyň mylkaw katyny kelisken bir yıl taýyp berdi de, güýdürgi çygyp aýak astynan dünýe saldy. Tüýakbaý Ekuldyň äkesimin dep jarla kuwandy. Jyldar öz daňy boýunça öte berdi. Tüýakbaý kuwangan eken dep kuwangan da jok. Al täwekül özüniň täwekül ekenin bilgen jok. Oşurmyn dep erjete berdi. Täweküldiň süýegi Töre Mataýdyň awlyna ilingenden keyin Sakyna tübek okuygasy jurtdyň nazaryndan öçdi. Jurt diýimiz awtepde Gülgaýşanyň özü de umutyp ketdi. Degenmen balasyn tüsünde ılgy öz üýüniň töründe görüp jürdi. Al bul okuygany esinen çygarmagan kişi eger ekew bolsa sonuň biri mämi boldy. Birak ol da bul okuyganyň tübüne jete almay kaýtys boldy. Ol kaýtys bolar aldynda 5 balasyna amanat arkalatarda Sakyna tübek okuygasyn ötüy almagan karyzynyň bir ekenin kadagalap oturup aýtdy. Äsirese ülkün uly kanapyaga salmak tastap ketdi. Sakyna tübek okuygasyn esde saklap jürgeniň birewi Ömürtaý bolatyn. Mämi ölse-de Ömürtaý tire. Süýtüp bul boruş jalgyz galgan käri jadykdyň moýununa ilindi. Jyldar öz zaňy boýunça ötüp jatdy. Ömürtaý asykkan eken dep jyldar asykkan jok. Tozgan gözüň kança sygyraýtyp iňe garagan, kempirdiň karagany men oşuna şygalmady. Ömürtaý bir güni täňertiň uýkusundan Kulubaý şaňyragyna bir balapan kus konup oturgoý dep oýandy. Endi tüskasdan onuň koluna birew bir japrak kagaz akelip ustatdy. Üý tolu janyň içinden Ömürtaý ol kagazdy özüniň zurgany Jikege berdi. Alakanday kogjoldy kagazga kersinçe bakanday köldülüňdötü жазypdy. Jike zurgan ogan uzak teslip oturup katty äsir çygardy. Kattyň eň basyna kupya degen sözdü жазyp, onan keyin manalardy aýtypdy. Ulugzat Gazy, Janapyrallah dugaý salim kılamız. Obda jerindegi çerüşi Tüýakbaýdyň 17 ýaşdagy balasynan kümenimiz bar. Öşbü halda öz guzuruňyzga magulum kıldyk. Ihtaram, ilataýjy, däwletçi, mahurumdy bastym. Hijriýa 1346. Navruz ýulduzy. Köp köşede жазylgan osy gat el kara töskü çykkanda teýste adreske äser jetipdi. Taksir katyňyz basynda kupya degen söz bar eken dep jeke gatdy Ömürtaýdyň goluna kaýtardy. Üýdegiler kebislerin keyip sırtqa çykkandan keyin Ömürtaý däwletçiniň salimini esitip, çökür, Hudaý dep sakalyn ustap, ýer tösekdiň üstünde uzak oturup ketdi. El aňsap bargan jaýlawlaryndan bir basyp kaýta goňdy.
Өзінің сән салтанатымен қан базардай қайнаған кешегі қайран жайлау бүгін баяғыда өліп қаңқасы қалған аруақтай бар тіршілігінен айырылып қаңырап қалыпты. Сонау апай төстерде кең көсілген үлкен жоталардың жел қақты салмаларында таздың төбеліндей тұяқ кесті болған сары жұрттар жатыр. Жұртта қалған өрағаштар мен дерелердің басына басынғандай қарғалар қонып алыпты. Ауаша дөңдердегі жел жаңбырдан мүжілген атан заманғы тас молалар мен қабырғалары мүк басқан күнғақты ағаш молалар көшкен елдің жұртында көрінгір дегендей үн-түнсіз мелшиюде. Ішінара биыл жайлауға келсе де, қайталмай қалған мүрделердің жаңа қабірлері де бар. Ту, сонау қиянда соқпақсыз шыңғыздардың арасындағы тауешкілер өздерінің қалыпты еркіндігіне төнген қауіптің бір-ақ күнде ғайып болып, ауып кеткеніне шүкірлік еткендей сары жұрттарға қарап қояды. Күшіктерін ерткен Алтайдың шатқалдарының бір жұп қоңыр аюы жылдағы әдеті бойынша жұртшылап жүр. Ол қаннен қаперсіз тімтіне иіскелеп, жаңа бір қабірді айналып шықты да, көрліктің бүйірінен мықты тырнақтарын сала бастады. Әрі-беріден кейін тырнағы көрліктің сыртынан қаланған жалпақ тастарға тиген соң, көңілдері соғып өз жайларына кете берді. Егер тырнағы тасқа тимеген болса, адам екеніне қарамай, өлікті көтеріп алып кетіп, қонжықтарын сасыған етке бір тойғызар еді. Асығыс жерленген мүрделердің талайынан дәнденген кәрліктер болса керек. Биік аспанда жасамыс қара құстар баяу қалқиды. Көшкен елдің жұртында әлдеқандай қызарған бір жемтік қалмады мекен деп, өткір көздерімен ой шұңқырды тінте қарайды. Немесе анау қоңыр аюлар әлде бір жуан тұғырды жалбыратпас мекен дегендей есер дәме соған артады. Чытырма ну ормандардың алақыларына маралдар тобы сары жұрттарға тамсана қарайды. Әбден ашылған маралдар иен, науаларды жалап сарықтарын басуды әдет еткен. Сол әдеті бойынша ашының борбас иісі танауларын қытықтай еріндерін жалап қояды. Момын жануарлар көрақтарған аюларды көрді де зәре құты ұшып, ілезде жынысқа кіріп қайып болды. Өзен бойлары мен томарлы саздарға түнеген түнгі шықтың чүйкедей созылған бозғыл тұманы күннің көтерілгенін көре сала, сайтағаннан асығыс-үсігіс жай-жайына тарап кеткен. Енді міне қаршыға тастың желкесіне қою бұлттар мініп алыпты. Ол не аспанның апшысын қуырып, ышқына бір желікпей, я бірнеше тәулікке созылатын сыл бір мінезіне баспай, ашуы тарқамас. Сонан соң оның өзі анау сүзектен тұрғандай, өрістермен мынау сары жұрттарды қайтадан жасаңғыратып алшаңдатар. Сонан соң келесі жаз қайта айналғанша, сіріктер мен күрдеңшелер, қара шалғындар мен тарлаулар қар астында тыныш ұйықтап жата берер. Заман күйісінен жаңылмаса, сөз жоқ осылай болар. Жазда келер, байырғы тамырларынан алуан гүлді орталарына алып жадыман күн кешер. Ат көрпесін астына төсеп, ерін басына жастанып, жантайып жатқан Сейітхан осының бәрінде бағанадан бері алақандағыдай көріп жатты.
Kişi osu jerde adamlar beylep töstüp turganda dep oýlady ol işini. Başka janawarlardyň bäri adamdan jaskan şeydi. Mene bugün olardyň elsizi eldisinin jaskanyp jasymda. Kuw jalgan degen osu eken. Başka janawarlar oslay istegende adamga ne jok. Ömür degenniň özü balalarça jasyrynbak oýnaýdyň kaltarysy köp neme eken. Bugün kimden nege jasyrnyp oturmaz? Adamlar özüsün aykyn istey berse bolmas bedi. Bul dünýe kuwlukdyň dünýesimi kalay? Keşe biröw bizge kuwlugyn ötküzip getse, biz endi ogan kuwlugymyzdy ötküzgeli kelemiz. Kelinjektiň balasyň gezek süýetini jalgan eken-aw. Ol kenet basyň köterip aldy. Muruna jel tüsüp keňsirige batyňkyrap kalgan kekişdew tanawyň kara şakşagyndagy küreň nasybaýdy tyrnagynyň üstüne koýup alyp, tartyp jiberdi. Elim berdi dedi ol kiyimşiň jatkan ornan türegelip, oýat analardy azyktanyp alyp attanaýyk. Artdagylarda asuwyň däl özünden tosamyz. Seke, jaýrak jürsekde asuwga göz barda jetdiýimizmi? Erterek barıp, erteň jüretin jolumyzdy el jagdaýyn dört kara göz tügül turup bagdarlap alybymyz kerek dedi Seyitgan. Kap-kara murtunyň üstündegi sol jak betiniň terisi jybyrlap. Aldy jola usup besin kaza bolmay, örmögöýdi asuwynyň uşuna çıga gelgende, Altay tawynyň terski jagyn bagyrlap, agatyň kobdy özüni tepde anaw daýyn göldüň bergi jerleri ayaktyň astynda jatdy. Altay men Kobda çegarasyndagy osunday belgili asuwlar, argysy Sonow, Asaw, Şyňgys, Altyn Ordadan bergisi keşegi Ablay men Janybek, Ezgitli men arkalyk zamandan tartyp nelerdi görmedi diýsizler. Kat-kabat sawut giyip, böküm miz ırgay sapty kara ustagan, batyrlardan askan, tuğustap tulpar mingen çerüler daskan, tar zamandarda tuğan mekenden ayrılıp, olay da bulay awgan eldiň mıngırgan köşleri daskan. Bul asuwlar talay narlardyň tösüni arkanga kesilgen, talay tabandar taska tesilgen asuwlar, talay itler köşünen adasyp, şoňkuýup oturup ulugan asuwlar. Bul asuwlar ıstyk makabattyň kasköý gözlerden alyp kaçyp, talay gaşyklardy da askan. Jortugulçy talay hugunçlarga uçurap, ak soýuldar çarçsyngan asuwlar. Bul asuwlar sawdagerlerdiň maýmak atlarynyň tykyryn talay esdigen. Muna 6 jolawçyda solardan keyingi gezdegi näsillerindey tülküden azgan karşaksa sip-sip gezeň üstünde otur. Bugün gelip koşulatynlar bizde erteň anöw murunçakdan tosup duratyn bolady. Al törtümiz odan ilgerlep barıp anöw şubar barmakda kalamyz. Elim berdi ekebimiz anöw Jylgasamakdagy Tüýakbaý awulundan ne ara ne beri öte çygyp barıp iske girsemiz dep Seyitgan üzüňgüsiniň üstünde turup kamçynyň uşuny men elde kanday bir jerlerde nuskapdyr. Mundaýda onuň bir beti gözümen gosa jybyrlap ketetin. Jybyrlagan beti nasyba ýatyuga äbden üýlesimde bitken taňky tanawy, idiri jykkan sakal murtu, bet süýegi çygyňky, döňgülük yüzi askan kaglezlikben aldyňky jagy müç bermey bagypdyr. Belin kynday gylyp buwup algan tirsek jeňmeş betiniň jogargy jagy gazanyň kakbagynday jalpak jawurundan
odan ara үлkөйтүп жибергендей. Сұңғақ бойы басқалардан недәуір биік екен. 30-ның ішіне енді ғана кірген осы адам бір рулы елдің санатты жігіттерін алдыңғы легінен табылатын. Өзі туыс жағынан баласы жоғалған Ыбырайға жақын. Bir көрген төбесін жеті қараңғы түнде жазбай айратын, жершіл құлын күнде көрген жылқысынан ат болғанда жыға танитын нағыз малсақ. Өтірік айту керек болғанда сөзді шынға бергісіз қылып, өткізетін тіл жақты. Сойыл сілтесе шынтақпен тізені көздейтін, қамшы көтерсе чеке қамшының төрт-ақ ел ұшын қадайтынның дәл өзі. Жағаласта көбінше қарудан гөрі қулығын асырып кететін айла иесі. Өміртай үш байғараның баласын жұмсаса, көзі көрмей отырған жоқ. Сілтесем шоқпарым, шапсам қылышым деп, 11 жантелінің ішінен осы Сейітқанды әдейі таңдап отыр. Анада Дәулетженнің қағазын алғаннан кейін, осы Сейітқан қобдаға жансыздап жіберіп, Ыбырай баласының сарызіне шөп салдырған. Сейітқан ел қара төске шыға салақ, туыс жоқтау, сауда-саттық сылтаумен қобда жеріне 2 рет өтіп барып, Тәуекелдің дерегін біліп қайтқан. Тіпті соңғы барғанда 17 жасқа шыққан бейтаныс Тәуекелді сырттай көріп, әкесіне анық ұқсатқан. Дәулетші ауылының сенімді адамдар арқылы сыр тартып көргенде, бұйық өскен жасқаншақ Тәуекел мен Құдайдың құлымын, сүйегім жеруші Тұяқбайдың ұлымын дегеннен жазбапты. Сонда Сейітқан Тәуекелді басқа жолмен алып кетпесе, болмайтындығын Өміртайға айтып келген. Қазір Өрмекөй тасуына сондағы бекім бойынша келіп отыр. Қанапия Өміртайдың қағазы бойынша Сейітқандарды ілгері жүргізіп, 25 жігіт шығарған. Сол 25 жігіт Сейітқан қамшының үшін қобда суының ар жағына шұқшитып тұрғанда арттарынан қуып жетті. Жақсы келдіңдер, бүгін біз кешке дейін осы арада жатамыз. Кешке жақын қобда суының ар жағына өтіп шығып, бекініс жасаймыз. Ертең 6 адам ары барып жұмысты бітіріп, түс аумай сендермен кезгеміз деді. Ерегісіз деп ерігіп тұрған сығай жігіттер ентіге гуілдесіп ерлерінен тақымдарын босатысты. Бұл мезгіл Қобда мен Алтай шекарасына қарауыл түспеген ашық кез болатын. Атам заманнан құдандалы ұрулы екі жақтың елі жайлау үстінде жақындаса қалғанда туыс іздеп, ас тойға дәмелі аттарын апарысып, ұзаққа созылған даушардың бітімін қуып, және сауда-саттық жолмен айқасып қалатын. Ал Өміртай мен Қанапия болған, кісі беті ашылған, мына Сақина түбек дауын ушықтыра ұстар еді. Жәдік жәнтекей болып асау жамбас қалса, өзге керейлердің қайсысы уысынан шығып көрген. Оған жердің мойны ұзақтығы ғана себеп болып отырған жоқ. Басқа бір көлделең бар. Баяғыдағы 4 би сайланған ажы заманнан бері сыбағал орын ала алмаған шеруші баласының сабаға салған кәріжіліктей болғанына опығы бір басылмай-ақ қойды. Содан тартып бақаттығына басып қыңырайып келеді. Оған мәнжісін бөліп басқару саясаты түп келе кетті. Сөйтіп Қобда сәнзәннің ек сүйеген шеруші ағайынға өкпөк панасы бар өзге керейлердің жетке шыққанын бауырына басып, желке жүнін күдірейтіп бір қоймады. Оның үстіне екі жақтың әкімшілік басқаруы да соңғы жылдары өз таңбаларын айқындай бастады.
Жәдік жәнде кейсіп барып шерушіні тарпа бас салғанмен, қобда ұлықтары өзі басқарып отырған елінің жыртысын жыртысында шығарды. Осыны ойлаған мысық табаншыл Өміртай бөрікті заманына қарай киіп, барымтаға түскен адамын ың-жыңсыз қолына алып алмақ. Мұның өзі де Өміртайдың екі алып биге шыққаны емес пе? Міне, Қанапия мен Өміртайдың 30 жігіті өрмегөйті асуына осы есеппен келіп отыр. Ықшам болып, екіден тең деген Сейітқан мен Әлімберді бие байлайтын уақытта екі үйлі бір ауылға түсті. 4 қаттам қойың тұз, 2 байлам темекі, 5 кез дәйлімбі, жарты күрек шай алды да екінші бір ауылға келді. Бұл 3 үй екен. Ортадағы ақ жылтым үй Тұяқбайдың үйі екенін Сейітқан танып келді. Алтайдан келген саудагерлер екенін білген соң, Насыбайдан әбден шаңырқап отырған бір кемпір 2 шал келіп, жолаушылардың теңін шешкізді. Екі көзі тостағандай орта бойлы, арық денелі, қара торы бала жігіт қазан жақта терлеп тепшіп шай ішіп отыр. Тегі түскі қойдың жусауының қануын тосып аял қылып отырған қойшы болса керек. Өз кәсібінен басқаға назар аудармайтын қойшы баланың үйге келгендермен жұмысы болған жоқ. Тұяқбай бұл кезде 60-қа келіп қалған болатын. Жас шағындағы тынымсыз кезген жортуыл талғаусыз мұңған ыстық суығыны әбден титықтатып болыпты. Буырылдаған сақал мұрты қаптағай қылып қоя беріпті. Жуық жер болмаса ұзап ешқайда шыға алмайтыны белгілі. Саудагерлер аттан түсіп жатқан кезде ол қора шетінде бойшаң бір сары балаға асау құнан үйреттіріп жатқан. Ана жылғы мылқау әйелінен туған өз ұлы осы болса керек. Тұяқбай басында жолаушылардың аттарына қызыға қарап, саудагер адам мұндай жақсап мінбеуші еді деп бір кәдік ойлап қалды. Аз аялдан кейін тізесі бүгіліп, белі қайғыңқыраған 2 қолын артына ұстап үйге кірді. Сейітқан оны таныды. Ол Сейітқанды таныған жоқ. Тұяқбай ішінен әттең бұдан 15 жыл бұрын кезіксең, кеңірдегіңді тойғызып қойып қайта ауылға салып қана отырар едім деп Сейітқанға қызыға қарайды. Тұяқбай бұл кезде 2 баласына ермек болсын деп қорасына бір 100-дей қой салып алған. Анау 2 көршісі өздері кәрі, балалары жас қолғанатсыз адамдар. Азғана ешкілағын Тұяқбайға қосып қойып, өздері малдың күзетін, ол пұлына шығып жүретін жайы бар. Тұяқбай Сейітқаннан кейін қайдан келе жатқандығын қазбалап сұрады. Қарақаз Қуанбай қажының ауылыныкіміз. Алып жүрген аз саудамыз бар. Екеуміздің де осы жақта ұзатқан апайларымыз болушы еді. Соған аманға бара жатырмыз деп Сейітқан кесіліп алған жаңылмайтын жауапты соудырата жөнелді. Әлімберді қарақастармен әбден айқас, ішегінің қырындысына дейін біледі. Бұл жөнде күні бұрын талай репрессия жүргізіп алған. Тұяқбай кілтең жерден қалай жаңылтып сұраса да, жолаушылардың жауабынан бір селкеу шығара алмады. Тұяқбайдың неден күдіктеніп отырғанын сезе қойған Сейітқан. Мініп жүргеніміз өз жеріміздің бір жесірлік деп мақталып жүрген жылқылары. Бағасына келіссек сатып кету ойымызда, сондықтан мініп шықтық. Осы қазір сатасыңдар ма? Саудагер уақыт таңдай ма, жер таңдай ма, баға таңдайды емес пе? Келіссек қазір-ақ. Егер келіспей қалсақ, малымыз өз қолымызда тұрады. Қайтар жолымызда алып кетеміз.
Tuyakbay. Aralap görüңdür, eге satalmagan bolsaňdar, kaýtarda magan jolugуңдар, dedi. Tuyakbay kuman kılganda baskadan emes, jolawçylar bagana kele jatyp, onuň jolda tusauli turgan karager atyna şokşuýup köp garagan. Sodan ol munalardyň niýeti bötün adamaw dep oýlagan. Hazır ol kumandan arla bastady. Jane kaýda baryp, kaýda turasyňдар? Menden saryzleriňe şöp salyp oturarmyn. Mykty bolsaňdar, alçaňdap basyp görüňdür. Özüm islemegenmen jastardyň birewine ýek gagarmyn da, birak günde jügündürüňdi koldaryňy usatyp, sandaryňdy sokturarmyn dep esep sokkan. Bular bir şäy işip, jaýaw sawdasyny istep bolgança, oşur tüskü oýun örgüzüp, awuldyň terislik jagyndagy köp bydyrmakdyň işine kirip ketdi. Seyitkan men Älimbert teňderini teňdep alyp solay gyraý jürdi. Awuldan 2 şakrymday uzaganda ekewi bir jykbada jaýaw koý jaýyp oturgan oşurga geldi-de, atlarynyň kargyp düşüp teňderini awdara saldy. Seyitkan oşurdu kapsyra kuşaktap çalkalata jykdy-da, 2 goldyň karyna kolunyň kyrymyn urup jiberdi. Älimbert bir teňde bıçagy men sar etkizip, tilip jiberip, jarym gulaşday 2 ak soýuldy suwurup aldy. Birin Seyitkanга tasday salyp, özü kargyp atyna mindi. Seyitkan çala jansyrap jatkan oşurdu şyntagyndan ak soýul men solgunda bir gagyp kaldy. Monusy karşylyk körsetmegen degeni edi. Solak eken ekewi oşurdu öňgerip alyp, gelgen izleri men tasyrlatyp kaýtaşatdy. Tuyakbay asyk süzük üýden çykkanda, jaňagy 2 jolawçy bir adamdy aldyna öňgerip alyp, gelgen izleri men kara garatdy çapşyrlatyp kup barady eken. 3 üýdüň 4 itten baska kowgunjysy jok. Tuyakbay körşüsiniň beldegindegi köreň biýege mine salyp, bakanyň koluna alyp atdaňdap tura umtyldy. Maňaýda mal gaýryp jürgenler bastabynda ne gyýamet ekenin bilalmay aňtarylyp kaldy. Tuyakbaýyň aýgaýyny estigenden keyin olarda tus-tusdan koruň gollap umtylysdy. Seyitkan men Älimberdi kuyundatyp ketip barady. Karagira tusawyny üzeme dep däme gylyp edi, uzalmady. Sondan soň awdümlerge deýin kuwup äkelip tastap ketdi. Tuyakbay öz atyn awdaryp minip bolgança Seyitkanda göz görüm jörge ketdi. Karagira aýtdy däl osunday aýkastyň jylkysy eken, elezde jetip aldy. Seyitkan Älimberdini koýa berip, jol tosup tura kaldy. Tuyakbay, "Boşka kuruýsyň, tokta" dep bakanyny oňtaýlap ustap göterip geledi. Seyitkan büldürgüsün bilegine ötküzüp algan soýulyny ýürüp, "Kaýt, bekir, arandalasyň" dep ananyň bakanyny aňdypdyr. Ana watka jambastan kırap oturup, bakanyň jartysyn koltugyna tirey, jartysyn çykşytdyň tusu osaw dep köldülüňde turuga gözlep siltey bergende, Seyitkan bakandy denesine darytbay, 2 golmen çap berip ustap, özüne garay selkip tartyp baldy. Oňan Karagıratdyň katly tebini gosulganda, bakan Tuyakboýdyň kolundan çygyp ketdi. Agyp öte çygyp, anaday jerge baryp, atynyň basyn burgan Tuyakbay Seyitkanga kaýta umtyldy. Karunan aýrylgan ol, endi beline golum berilinse dep umtyldy. Osuny seze goýgan Seyitkan küreň atdy urup jiberip Tuyakbayga karşy eňkeýe şapdy. Ana tow sırtyndan kapsyra kuşaktaýmyn deý bergende, Seyitkan kıska soýul men Tuyakbaydy tizege kagyp kaldy. Tuyakbay osugan deýen özün äli de bir garpyp kalatyn çaman bar şygar dep esepleýdi. Ol talyksyp bara jatkanda zamanyň ötüp ketgenin toňguş ret aňgardy. Sodan esin jyp
Atqa tüzülüp oturup bolganca Seyitkan kayta alıp gelip çıntakka kagıp jiberip jalp ete düşkün Tüyakbaydyň atyny ilip alıp elim birini gowy jetdi. Ekiwi toska awulda kalgan 4 joldasyna gelgende oşur esin toluk jyalmapdy. Onu endi tyň atlardyň ekiwi jöneltdi de baskalary baýyrkalap art jakdy tosdy. Mölçörü çay gaynatynday wagt ötdi. Karasa çetten gelgen zorlukdy güçkü äle-de jalpak el attan almapdy. Kugunçy bar, birak özdük sozduk geledi. Karasym ol emis, degenmen artjakdan kosulup jatyr. Sondan soňak bular aýaldagan jok, kowdasy kaýdasyň dep kaýkaýta tartdy. Uzak jürüske atlary karlygyp kalypdy. Kugunçynyň ekewi ögdep çygyp bularga jetip aýnaldy. Taýay bergende törtöwi eki kugunçyga kataryndan lap koydu. Aralasuw muňak eken, kugunçylardyň eki aty oýnap çyga berdi. Endi kugunçylar özdük sozdukdy goýup, bas ayagyn jyýyp alyp top köbüýtüp çogurlana gozandatdy. Kugunçylar kobdasynyň tersligine ötdi. Tügel jyňaldy da 30 jigit aýaldanmay suwdyň oňtüstügine ötdi. Kugunçylar suwdyň ar jagyna gelip jynalyp bolgança, jokşular örmögöý tasygyna garay şubap jüre berdi. Özüniň tuğgan ulun 15 ýyl boýu öldüge sepdegen 15 ýyl boýu kıyamet üçin özüne şapagat dilegen Gülgaýşa sol ulun azamat bolganda tere görüp, bagyryna gysyp jylaganda suwalyp ketgen emçeginen süt sorgalap koya berdi. Al täwekkeldiň eki jasyndan bastap kanna singen kategezlik onuň gözüne bir tamçy jas kıymady. Bul da sol it ömürdiň jasap durgan kıyameti edi. Osudan bir aýday artyrak wagt ötkenden keyin kobda jerinen jaňyňyz isdep otursyzlar dep oşurdyň jogyn joktap 3 adam geldi. Kanapiya olardy kılmysly esebinde 6 ay uluguna ustap berdi. Osumen Sakyna tübek okuýgasy aýaklandy. Magaz Razdanoğlu. Okugan Kabilet Bedilkan. 2026 ýyly Gandar.